Биылғы 2023 жылы Астана қаласының үздік ұйым атағын жеңіп алдық. Бүгінгі іс-шара өте керемет, жоғары дәрежеде ұйымдастырылған. 5 қазан күні барлық ұстаздар қауымын кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Тәуелсіз еліміздің шашбауын көтеретін ұрпақты тәрбиелеуде еңбектеріңіз елене берсін. Құрметті ұстаздар, еліміздің әр өңірінен келген мереке қонақтары, ардақты білім саласының ардагерлері. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздер елдегі ең қадірлі, ең мерейлі әрі жауапты мамандықтың иесіздер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мұғалімнің міндеті біліммен қатар оқушыға гуманистік мұраттарды сіңіруде деген. Баланың болашағы, оқуға қандай жетістікке жететіні, өмірде қаншалықты табысты, іскер болатыны тікелей тәлімгерге байланысты. Уважаемые учителя, ваша профессия всегда считалась одним из самых сложных, но в то же время почетных занятий. Учителя сочетаются безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. И главное – это любовь к детям. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, честность и самоотверженность. Бүгінгі мерейлі сәтте сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, сарқылмас күш-қуат тілеймін.